Ассалаумалейкум достар, бұл Қазақ Storytime. Біз бастаймыз. Алматының шуынан Алтайдың шыңына. Айжан терезеге үңіліп төмендегі аппақ қарға оранған шексіз тау жоталарына қарап отырды. Тікұшақтың гүрілі құлақты тұндырғанымен оның ойы мүлде басқа жақта еді. Ол Алматыдағы ең мықты хирургтардың бірі, жасы 35-ке келген, өз ісінің шебері. Бірақ соңғы айлардағы өмірі тозаққа айналған болатын. Күйеуімен ажырасуы, ауыр операция кезіндегі пациенттің өлімі, департаменттегі тексерістер, осының бәрі Айжанды қашытып жіберген еді. Сондықтан да ол денсаулық сақтау министрлігінің шалғай аудандарға арналған саламатты Қазақстан бағдарламасы бойынша Шығыс Қазақстанның ең түкпіріне, жету қиын шекаралық аймақтарға ұшуға өз еркімен сұранған болатын. Оған тыныштық керек еді. Оған қашу керек еді. Айжан Ермековна, деді жанында отырған жас фельдшер жігіт айқайлап, тікұшақ шуынан естілмейтін. Ауа райы бұзылып барады. Ұшқыш қонуға ыңғайлы жер іздеу керек дейді. Айжан басын изеді. Шынымен де жаңа ғана жарқырап тұрған күн ғайып болып, аспанды қорғасын түстес бұлттар торлап алған. Алтайдың ауа райы алдамшы келеді. Бір сәтте боран соғып көз аштырмай тастауы мүмкін. Тікұшақ қатты шайқала бастады. Желдің күшейгені соншалық, темір машинаны сіріңке қорабындай лақтырып жатты. Қауіпсіздік белдігін тағыңыздар, деп бұйырды ұшқыш. Бұл олардың соңғы естіген сөзі болды. Қозғалтқыштың бірінен түтін будақтап шықты. Тікұшақ шыр айналып төменге ақ қарлы шыңдардың арасына құлдилай жөнелді. Айжанның көз алды қарауытып, жүрегі аузына тығылды. Соққы, өлім мен өмір арасында. Айжан көзін ашқанда айнала тым-тырыс еді. Құлағындағы ызыңнан басқа ештеңе естілмейді. Бетіне суық қар тиіп тұр. Ол қозғалайын деп еді, бүкіл денесі сырқырап қоя берді. Тікұшақ жарылып кетпеген, бірақ қарлы беткейге қатты соғылып, бір жағына қисайып жатыр екен. Ержан, деп дауыстады ол фельдшерді іздеп. Жауап жоқ. Айжан белдігін босатып сыртқа шығуға ұмтылды. Тікұшақтың алдыңғы жағы мыжалып қалған. Ұшқыш пен көмекшісі орнында жансыз жатыр. Ержан сыртқа ұшып кеткен болуы керек. Айжан сынық терезеден далаға шықты. Далада сұмдық боран ұлып тұр. Көз аштырмас ақ түтек. Суық сүйектен өтеді. Ол үстіндегі жұқа медициналық халатының сыртынан киген күртешесін қымтанды. Ержан. Бірнеше метр жерде қар астында жатқан қараң көрінді. Айжан еңбектеп барды. Фельдшер ес-түссіз, басынан қан ағып жатыр. Тамырын ұстады. Соқпайды. Айжан жалғыз қалды. Мынау ен тауда, қасқыр ұлыған түз далада, 30 градус аязда жалғыз. Телефонын шығарды. Байланыс жоқ. Ол тікұшаққа қайта кіріп, жылынуға тырысты. Бірақ темір тез суып барады. Түн батып келе жатты. Айжан өзінің өлетінін түсінді. Құтқарушылар бұл боранда ұша алмайды. Ал боран басылғанша ол үсіп өледі. Түн ортасында ол галлюцинация көре бастады. Алматыдағы жылы үйі, қызының күлкісі, ыстық шай. Кенет сырттан дыбысы естілді. Қасқырдың ұлығаны ма? Жоқ, ит үргендей болды. Айжан соңғы күшін жинап сигналдық пистолетті, ракетницаны тауып алды да ашық есіктен аспанға атты. Қызыл отақ боранды тіліп өтті. Содан кейін ол есінен танып қалды. Бөтен бейнелер. Айжанның есін жиғаны бұлыңғыр болды. Ол өзін біреудің сүйреп бара жатқанын сезді. Бірақ бұл зембіл емес еді. Бұл шана сияқты бірдеңе. Және одан жануардың терінің иісі мүңкіп тұрды. Ол көзін сәл ашты. Оның үстіне ауыр тері жабылған. Алдында ат емес, мүйізі бар үлкен жануар бара жатыр. Бұғы, мен қайдамын? Лапландияда ма, деп ойлады ол сандырақтап. Шананы айдап келе жатқан адамның киімі де қызық. Үлкен малақай, тері тон, аяғында жылы етік. Су? Деп сыбырлады Айгерім, айдаушы артына бұрылды. Оның жүзі күнге тотыққан, көздері қысыңқы, сақал мұрты мұз болып қатып қалған қазақ кісі еді. Бірақ оның түрі қазіргі заманның адамына ұқсамайтын. 19 ғасырдан келген батыр сияқты. Ол ештеңе демеді.
Тек шананы тоқтатып, Айжанның аузына торсықтан қымызға құсас ашқылтым сұйықтық тамызды. Тас ғасырына саяхат. Қанша уақыт жүргендері белгісіз. Айжан бір есін жиып, бір жоғалтып жатты. Ақыры олар тоқтады. Иттердің үргені, адамдардың түсініксіз диалектіде сөйлегені естілді. Айжанды біреулер көтеріп алды. Оны жылы жерге кіргізді. Бұл киіз үй еді. Бірақ кәдімгі ақшаңқан киіз үй емес, қабырғалары аң терілермен қапталған, ортасында ошақ жанып тұрған, төбесінен түтін шығатын күркеге ұқсас баспана. Айжанды жұмсақ көрпеге, бұл да терет, жатқызды. Оның жанына егде жастағы бетін әжім басқан, мойнына тұмарлар таққан әйел келді. Ол Айжанның киімін шешіп, сүген жерлеріне сасықмай жаға бастады. Тоқтаңыз. Мен дәрігермін. Маған антибиотик керек деп күбірледі Айгерім, кемпір түсінбегендей басын шайқады. Тіл қатпа, шырағым. Жын шақырасың, деді кемпір. Оның қазақшасы өте ескі, құлаққа тосын естілетін диалект еді. Тіл қатпа, сөйлеме, шырағым, балам. Айжан жан-жағына қарады. Электр жарығы жоқ. Май шам жанып тұр. Жиһаз жоқ. Тек сандықтар мен терілер. Бұл жерде уақыт тоқтап қалғандай. Ол қайда түсті? Бұл қандай ауыл? Қатаң үкім. Арадан 3 күн өтті. Айжанның дене қызуы басылып, иесін толық жиды. Осы уақыт ішінде оны жаңағы кемпір, аты Ұлжан ана екен, шөп дәрілермен емдеп жазды. Айжан орнынан тұруға әрекеттенді. Маған телефон керек. Байланыс қай жерде ұстайды? Деп сұрады ол Ұлжан анадан. Ұлжан ана оған таңырқай қарады. Телефон деген не? Темір құс па? Айжан шошып кетті. Сіз телефонды білмейсіз бе? Ұялы телефон. Байланыс. Мен қалаға хабарласуым керек. Қала алыс. Өте алыс, деді сырттан кірген еңгезердей жігіт. Бұл оны құтқарған аңшы еді. Аты Тасболат. Тасболаттың дауысы жуан, сөзі нық еді. Біздің ауыл ақ иық. Бұл жерге үлкен жерден адам келмейді. Келсе де тірі қайтпай. Неге? Айжанның жүрегі дір ете қалды. Мен тұтқынмын ба? Жоқ, сен қонақсың. Бірақ қазір қыс түсті. Асулар жабылды. Келесі жазға дейін ешқайда кете алмайсың. Жазға дейін. Айжан айқайлап жіберді. Сіз не деп тұрсыз? Менің жұмысым бар, өмірім бар. Тікұшақ іздейді мені. Тікұшағыңды қар басып қалды. Оны ешкім таппайды. Ал бізді ешкім іздемейді. Себебі біз жоқпыз. Жоғалған тайпа. Кешкісін Айжан сыртқа шықты. Көрген көрінісі оны таң қалдырды. Бұл расымен де чукчалар сияқты өмір сүретін қауым еді. Ауыл биік таудың қуысында, жел өтінен таса жерде орналасқан. Бар жоғы 15-20 түтін үй бар. Адамдар бұғы, марал сауып, тері илеп, ағаш жонып отыр. Балалар қар үстінде асыр салып ойнап жүр. Ешқандай машина, ешқандай бағана, ешқандай сым жоқ. Айжан ауыл ақсақалы Қартбай атаның үйіне шақырылды. Қартбай ата төрде, аю терісінің үстінде отыр екен. Қызым, деді ол. Сен біздің әлемге аспаннан түстің. Тәңір сені бізге жіберді. Ата, мен Алматыға қайтуым керек. Көмектесіңіздерші, қайтасың, бірақ қазір емес. Өлі ара қыстың ең суық кезі басталды. Егер қазір жолға шықсаң, үсіп өлесің. Және біздің жігіттер сені апара алмайды. Бұғылар қарды бұза алмайды. Сонда мен не істеуім керек? Жазды күт. Оған дейін біздің арамызда өмір сүр. Бізге дәрігер керек, дейді Ұлжан, сенің қолың жеңіл көрінеді. Айжан жылап жіберді. Ол заманауи әйел, кофесіз, интернетсіз, душсыз өмір сүре алмайтын адам, мына жабайы табиғатта 6 ай қалай шыдайды? Бірақ басқа амал жоқ еді. Түнде ол Тасболаттың үйінде жатты. Ұлжан ана Тасболаттың шешесі екен. Тасболат мылтығын тазалап отырып, қорықпа, қалалық қыз. Біз адам жемейміз. Үйреніп кетесің. Тек біздің заңдарға бағынсаң болды, деді. Қандай заңдар? Табиғаттан артық алмау. Отты өшірмеу. Және өткенді сұрамау. Айжан теріс қарап жатып қалды.
Оның жаңа, мүлде бөтен өмірі басталды. Бұл өмірде оның дипломы, атағы, ақшасы түкке тұрғысыз қоқыс еді. Мұнда тек тірі қалу инстинкті ғана маңызды. Күтпеген оқиға. Ертесіне таңертең айқай-шудан оянды. Көмектесіңдер. Бөрібайды аю жарды. Айжан атып тұрып сыртқа жүгірді. Ортада бір жігіт қан-жоса болып жатыр. Аяғын аю тіліп кеткен. Сүйегі көрініп тұр. Ауыл адамдары абдырап қалған. Ұлжан ана шөп басып жатыр, бірақ қан тоқтар емес. Былай тұрыңдар, деп айқайлады Айжан. Оның бойындағы кәсіби дәрігер оянды. Маған қайнаған су, таза шүберек және ине жіп керек. Тез. Жіп. Тасболат аң-таң. Сіңір бар. Бола ма? Болат. Спирт бар ма? Арақ бар. Әкел. Айжан сол күні өміріндегі ең күрделі операциялардың бірін жасады. Наркозсыз, тек көп мөлшердегі арақпен, скальпельсіз, Тасболаттың өткір кездігімен, жарықсыз, майшамен. Ол жігіттің жыртылған еттерін тігіп, тамырын байлады. Ауыл тұрғындары оған сиқыршыға қарағандай қарап тұрды. Операция біткенде Айжанның қолы қан-қан, өзі терлеп кеткен еді. Тасболат оған орамал ұсынды. Сен мықты екенсің, деді ол, көзінде алғаш рет құрмет ұшқыны пайда болып. Біз сені ақ бақсы деп атаймыз. Айжан алыстағы қарлы шыңға қарады. Ол әлі де үйіне қайтқысы келеді. Бірақ бүгін ол алғаш рет өзін керек сезінді. Бұл Чукчалар ауылы шын мәнінде ұмытылған қазақ тайпасы, оған үлкен сынақ дайындап тұр еді. Ал Тасболаттың жанары оған тым жылы көрініп кетті ме, қалай? Ақ саусақ. Айжанның ақ иық ауылындағы алғашқы аптасы нағыз тозаққа айналды. Оның дәрігерлік шеберлігі бір ретті құрмет әкелгенімен, күнделікті тіршілікте ол дәрменсіз бала сияқты еді. Таңертең ерте, әлі күн шықпай тұрып, Ұлжан ана оны түртіп оятты. Тұр, қызым. Бұғы сауамыз. Ошаққа от жақ. Су әкел. Айжан жылы көрпеден шыққысы келмеді. Үйдің іші тастай су. Тісі-тісіне тимей дірілдеп, үстіне қабат-қабат киім киді. Сыртқа шыққанда бетіне аяз шарп етті. Бұғылар, маралдар қорада пысқырып тұр. Ұлжан ана епті қимылмен шелекті алып, жануардың бауырына кірді. Қане, сен де байқап көр. Қаланың қызы, қолыңнан келеме екен, деп мысқылдады көрші келін. Аты Зеренің көзінде қызғаныш ұшқыны бар еді. Себебі Тасболат бойдақ, ал Айжан қаладан түскен перизаттай көрінетін. Айжан шелекті алып, бұғыға жақындады. Жануар оның иісін жатырғап тыпыршыды. Айжан емшектен ұстай бергенде, бұғы артқы аяғымен теуіп жіберді. Шелек ұшып кетті, Айжан қарға құлады. Сүт үсті басына төгілді. Зере қарқылдап күлді. Ой-бой, мынау ақ саусақ қой. Бұғы түгілі, ешкі сау алмас бұл. Тасболат та осы сәтте қораға кірген еді. Ол Айжанды тұрғызбады, тек жоғарыдан менсінбей қарады. Егер еңбек етпесең, тамақ жемейсің. Бұл дала заңы. Сенің дипломдарың бұғыға өтпейді, деді ол суық дауыспен. Айжанның намысы келді. Ол орнынан атып тұрып Тасболатқа тік қарады. Мен үйренемін. Көресіңдер әлі. Мен адам жүрегіне операция жасағамын, бұғы сау дегеніне тәйірі. Тасболаттың сабағы. Бірақ үйрену оңай болмады. Айжан от жаға алмай әлек болды. Отын дымқыл, сіріңке жоқ, шақпақ таспен тұтату керек. Су тасығанда шелектері ауыр, иығын қажытып жіберді. Оның нәзік саусақтары жарылып күс басты. Беті суықтан қызарды. Бір күні Тасболат оны өзімен бірге орманға шақырды. Кейін аңшылыққа шығамыз. Мен бе? Мен мылтық ұстап көрген емеспін. Мылтық емес. Тұзақ тексереміз. Сен жүре алмайсың, шаңғы теуіп үйрен. Олар қалың қарлы орманға кірді. Ағаштан жасалған жалпақ шаңғылар Айжанға ыңғайсыз болды. Ол жиі құлап қарға көміліп қала берді. Тасболат әр жолы тоқтап, оның тұруын күтетін, бірақ көмектеспейтін. Тұр өзің.
Егер мен жоқта қасқыр кездессе, кім тұрғызады сені? Сен неге сонша қаталсың? Деді Айжан ашуланып. Мен сендерге жау емеспін ғой. Тасболат тоқтады. Ол Айжанға жақындап, оның көзіне үңілді. Оның жанары тұңғиық, сырлы еді. Сен бізге жау емессің. Сен қауіпсің. Неге? Себебі сен үлкен жердің иісін ала келдің. Сен кеткен соң артыңнан басқалар келеді. Геологтар, туристер, билік. Олар келсе, біздің тыныштық бұзылады. Атам айтқан, өркениет келген жерде рух өледі деп. Айжан түсінді. Бұл адамдар әлемнен қашып жүрген жоқ, олар өз әлемін қорғап жүр екен. Мен ешкімге айтпаймын, деді Айжан бәсең дауыспен. Уәде беремін. Тасболат мырс етті. Қалалықтардың уәдесі көктемгі қар сияқты. Тез ериді. Сол күні олар қоян мен құра аулады. Тасболат Айжанға пышақ ұстауды, аңның терісін сыпыруды үйретті. Алғашында Айжан жиіркеніп құсқысы келді. Қан, шек қарын. Хирургияда бәрі стерилді, таза болатын. Ал мұнда жабай қан иісі. Бірақ Тасболат оған шикі бауыр ұсынғанда Айжан бас тарта алмады. Же күш береді. Айжан жұтты. Жылы қан тамағын күйдіріп өтті. Бірақ бойына бір түрлі жабай күш құйылғандай. Ауылдың құпиясы. Кешкісін Ұлжан ана май шамның жарығында ескі қиссаларды айтып отырды. Айжан сұрады. Ұлжан апа, сіздер неге осындай биік тауға кетіп қалдыңыздар? Төменде ауылдар бар ғой, жарық бар, мектеп бар. Ұлжан ана күрсінді. Шырағым. Бұл ұзақ әңгіме. Кезінде 1930 жылдары кәмпеске тәркілеу басталғанда біздің аталарымыз малын айдап осы тауға өрлеген. Орыстың үкіметіне құл болмаймыз, Құдайдың жерінде еркін жүреміз деген. Содан бері қайтпадық. Біздің құжатымыз да жоқ. Біз елеспіз. Бірақ қазір заман басқа ғой. Тәуелсіздік алдық, заман өзгергенімен адамдар өзгермеді. Қызым, төменде ақша билейді, алдау билейді. Ал мұнда тау билейді. Тау әділ. Ол сенің кім екеніңе қарамайды, жүрегіңе қарайды. Айжан ойланып қалды. Ол Алматыдағы күйбең тіршілігін есіне алды. Кредит, мансап қуу, жасанды күлкілер. Расымен де мына жабайы табиғатта адам өзін еркін сезінеді екен. Тек суық болмаса, қасқыр қамауы, қыс күшейді. Ақпан айы бөрі сырғақ. Бір түні ауыл иттері жантәсілім үрді. Жылқылар кісінеп, бұғылар дүбірлеп кетті. Қасқыр, деп айқайлады сырттан біреу. Тасболат орнынан атып тұрып, қабырғадағы ескі бесатар мылтығын алды. Шықпа, деді ол Айжанға, үйде отыр. Бірақ Айжан дәрігерлік сөмкесін, тікұшақтан аман қалған жалғыз мүлік алып Тасболаттың артынан жүгірді. Далада ақ түтек боран. Ауылдың еркектері алау жағып қораны қоршап тұр. Қараңғыдан жылтыраған көздер көрінеді. Бір емес, ондаған. Бұл жай қасқыр емес, аш бөрілер үйірі. Олар адамнан қорықпай тіке шабуылдады. Ат, деп айқайлады қартпай ақсақал. Мылтық дауыстары гүрсілдеді. Бір үлкен көкжал қоршаудан секіріп өтіп Зереге қарай ұмтылды. Зере жығып қалды. Тасболат оғын басқа жаққа атып қойған еді. Үлгере алмайтын болды. Айжан қолындағы алауды алып қасқырдың тұмсығына лақтырды. От жануардың жүнін шарпыды. Қасқыр қыңсылап кейін шегінді. Сол сәтте Тасболат мылтығының дүмімен қасқырды ұрып құлатты да кездігімен бауыздап тастады. Шайқас ұзаққа созылмады. Қасқырлар оттан және мылтықтан сескеніп кері қайтты. Бірақ ауыл шығынға ұшырады. Екі бұғы өліп, бірнешеуі жараланды. Зере қолынан жараланды. Айжан оны дереу таңып берді. Зере алғаш рет Айжанға алғыс айтқандай қарады. Рахмет, ақ бақсы. Сен болмасаң, ол мені жұлып жейтін еді. Жүрек жылуы. Түн ортасы ауғанда бәрі тынышталды. Тасболат Айжанды үйге кіргізді. Оның қолы қалтырап тұр еді, адреналиннен. Тасболат оның қолын ұстады.
Оның алақаны үлкен, жылы және қатқыл еді. Сен бүгін ерлік жасадың, деді ол Айжанның көзіне тура қарап. Мен сені қорқақ деп ойлағам. Қателесіппін, сенің бойында нағыз дала қызының қаны бар екен. Айжанның жүрегі дір етті. Күйеуінен ажырасқалы бері еркек атаулыдан көңілі қалған еді. Бірақ мына жабайы, дөрекі, бірақ шыншыл жігіт оның жүрегіндегі мұзды ерте бастағандай. Тасболат, деді ол сыбырлап, мен қорқамын. Қасқырдан емес. Осы жерде қалып қоюдан қорқамын. Және кетіп қалудан да қорқамын. Тасболат жауап бермеді. Ол Айжанды бауырына басты. Сыртта боран ұлып тұрды. Бірақ киіз үйдің ішінде екі жүрек бір-біріне жылу сыйлап жатты. Бұл түні Айжан түсінді, ол енді бұл ауылға бөтен емес. Ол осы тайпаның бір мүшесі. Қанмен және термен бекітілген одақ. Бірақ көктем келе жатты. Ал көктем тек жылу ғана емес, еріген қармен бірге келетін жаңа қауіптердің, жолдардың ашылуы еді. Айжан таңдау жасау керек болады. Ескі өмірі ме, әлде жаңа махаббаты ма, таудың оянуы. Наурыз айы туды. Ақиық ауылына көктем кеш келгенімен, оның лебі бірден сезілді. Күн ұзарды, қардың беті жылтырап, мұз сүңгілері ери бастады. Ауылдың төменгі жағындағы кішкентай Көксу өзені кенеттен алып айдағар айналды. Тау басынан еріген қар суы гүрілдеп келіп, өзен арнасынан асып кетті. Түнде ауыл адамдары ұйықтамады. Су көтеріліп жатыр. Қораны шайып кетеді, деп айқайлады қартбай ақсақал. Айжан да бәрімен бірге сыртқа шықты. Ол енді қалалық қонағы емес, осы қауымның бір мүшесі еді. Үстінде Тасболат сыйлаған түлкі тымақ, аяғында жылы етік. Тасболат бастаған жігіттер тас пен құм салынған қаптарды тасып бөгет жасап жатыр. Айжан, сен әйелдермен бірге балаларды жоғарыға, тастың үстіне шығар, деп бұйырды Тасболат. Айжан екі кішкентай баланы қолтығына қысып, тік жартасқа өрмеледі. Су оның өкшесінен алып барады. Суық су сүйектен өтеді. Түні бойы алысқан олар таңға жуық жеңіске жетті. Су деңгейі төмендеді. Ауыл аман қалды. Таңғы шұғылада Тасболат Айжанға қарады. Оның жүзі шаршаңқы, бірақ көзінде от бар еді. Сен бізді тастап қашпадың, деді ол. Мен қайда қашам? Менің үйім жоқ қой, деп әзілдеді Айжан, бірақ дауысы дірілдеп тұрды. Сезім сеңінің бұзылуы. Күн жылына бастады. Бәйшешек те шықты. Айжан мен Тасболат жиі бірге болатын болды. Олар бұғыларды жайылымға айдайтын. Бір күні олар биік жотаның басында отырды. Төменде жап-жасыл алқап көрінеді. Тасболат, деді Айжан, сен ешқашан төменге түскің келмей ме? Қаланы көргің келмей ме? Тасболат көкжиекке қарады. Жоқ, менің әлемім осы. Қала тор. Адамдар онда бір-біріне қасқыр. Ал мұнда қасқырдың өзі де бауыр. Ол Айжанның қолын ұстады. Бірақ сен тордың құсысың. Қанаттарың бар. Ұшып кетесің. Мүмкін мен ұшқым келмейтін шығар, деді Айжан күтпеген жерден. Тасболат оған бұрылды. Екеуінің арасы тым жақын еді. Тасболат еңкейіп Айжанның бетінен сүйді. Бұл сүйіс жабайы, құмарлыққа толы және қоштасудың дәмі бар сүйіс еді. Айжан қарсылық білдірмеді. Оның жүрегіндегі мұз еріп, орнын ыстық сезім басты. Ананың қарсылығы. Кешке Айжан үйге келгенде, Ұлжан ана оны күтіп отыр екен. Кемпірдің қабағы түйілі. Қызым, бері кел. Айжан тізерлеп отырды. Сен Тасболатпен ойнама. Ол саған тең емес. Неге ойнаймын? Мен оны сыйлаймын. Сыйлау махаббат емес. Сен ертең жол ашылғанда кетесің. Ал Тасболат қалады. Оның жүрегін жаралама. Ол таудың тасы сияқты, бір сынса қайта жамалмайды. Мен кетпеймін десемше. Ұлжан ана мырс етті. Сенің қаның басқа. Сенің ойың басқа. Сен мұнда бір қыс шыдадың. Бірақ өмір бойы шыдай алмайсың. Сенің қолың скальпель ұстауға жаратылған, тезек теруге емес.
Өз жолыңмен жүр, адаспа. Бұл сөздер Айжанға қатты тиді. Ол түнімен жылап шықты. Ұлжан ана дұрыс айтама. Ол расымен де бұл жерге уақытша келген қонақ па? Темір құстар. Арадан бір апта өтті. Ауыл тыныш еді. Кенет аспаннан гүріл естілді. Бұл жолы тікұшақ емес, төменнен сайдың ішінен шыққан мотор дыбысы еді. Ауыл иттері үріп, балалар қорқып үйге тығылды. Ауыл шетіне екі үлкен жол талғамайтын көлік, джип және 3 қарда жүретін мотоцикл, снегоход келіп тоқтады. Көліктерден камуфляж киген, қару асынған 5-6 ер адам түсті. Олардың түрлері суық, көздерінде менмендік бар. Қартбай ақсақал мен Тасболат алдарынан шықты. Кімсіңдер? Не іздеп жүрсіңдер? Деді Тасболат қатал дауыспен. Ортадан еңгезердей, сары тісті, көзілдір киген біреу шықты. Сәлем, Робинзондар. Біз геологпыз. Картада жоқ жерлерді зерттеп жүрміз. Адасып қалдық. Жол көрсетесіңдер ме? Олардың геолог емес екені бірден байқалды. Геологтар мылтықтың ең қымбат түрін, снайперлік винтовкалар ұстамайтын. Айжан киіз үйдің жақтауынан сығалап тұрды. Ол бұл адамдардың кім екенін сезді. Бұлар браконьерлер. Қызыл кітапқа енген арқар мен ілбіс, қар барысы, аулауға шыққан байлардың ермегі. Таныс жүз. Кенет геологтардың бірі Айжанды байқап қалды. Охо! Мына жақта кім бар? Қаланың қызы ма? Ол Айжанға жақындады. Қарындас, сен мұнда не істеп жүрсің? Тұтқынсың ба? Айжан сыртқа шықты. Мен дәрігермін. Тікұшағым құлап осында қалдым. Дәрігер. Сары тісті жігіт таңғалды. Сен Айжан Ермековна емессің бе? Алматыда іздеу салынған хирург. Айжан селгетті. Оны таныды. Иә, менмін. О, Құдай! Сені елдің бәрі өлдіге санаған. Біз сені алып кетеміз. Ертең таңертең қайтамыз. Жиналып қой. Айжанның жүрегі дүрсілдеп кетті. Үйге қайту. Алматы. Ванна. Интернет. Қызы. Бұл оның мүмкіндігі. Бұл оның құтқарылуы. Қиын таңдау. Кешке қонақтар, браконьерлер өздерінің шатырларын тігіп, арақ ішіп думан құрды. Олар ауыл адамдарын менсінбей, қызметші құрлы көрмеді. Тасболат Айжанның жанына келді. Оның түрі бұзылып кеткен. Кетесің бе? Айжан үндемеді. Кет, бұл сенің жолың. Олар сені қалаңа жеткізеді. Ал сендер ше? Олар жай адамдар емес қой. Білемін, олар аңшылар. Біздің киелі аңдарды атқалы келген. Бірақ бұл біздің соғыс. Сен араласпа. Түнде Айжан ұйықтай алмады. Ол қонақтардың әңгімесін тыңдап қалды. Ертең таңертең анау сайдағы ілбістің ұясын басамыз. Терсін аламыз да тайып тұрамыз. Ал мына жабайылар ше? Көрді ғой бізді. Куәгерлер керек емес. Ауылды өртеп жібереміз. Бәрібір картада жоқ жер. Ешкім іздемейді. Газ баллоны жарылды дей саламыз. Айжанның төбе шашы тік тұрды. Олар тек аңды емес, бүкіл ауылды жоймақшы. Олар Айжанды алып кететте, қалғандарын қырып салады. Айжан не істеу керек? Егер қазір қашып кетсе, ол аман қалады. Бірақ Тасболат, Ұлжан ана, кішкентай балалар бәрі өледі. Егер қалса, ол да өледі. Себебі 5 қаруланған бандитке қарсы шаншқымен шыға алмайсың. Шешім. Таң атты. Джиптердің моторы оталды. Айжан. Кеттік, деп айқайлады сары тісті басшы. Айжан сөмкесін ұстап, көлікке қарай жүрді. Тасболат оған қарап тұр. Көзінде мұң, бірақ айыптау жоқ. Ол Айжанның таңдауын түсінгендей. Айжан көліктің есігін ашты. Іші жылы, былғары орындық, музыка ойнап тұр. Өркениет иісі. Бірақ ол Тасболатқа қарады. Ұлжан анаға қарады. Күліп ойнап жүрген балаларға қарады. Ол сөмкесін жерге тастады. Мен бармаймын. Не? Басшы аң-таң. Сен жындысың ба?
Мына жерде шірігің келе ме? Мен бармаймын дедім. Айжанның даусы қатты шықты. Және сендер де ешқайда бармайсыңдар. Ол қалтасынан кеше түнде ұрлап алған спутниктік телефонды шығарды. Мен жаңа ғана ОК КН және шекара қызметіне хабарластым. Координаттарды бердім. Тікұшақ жолда. Егер қазір қаруларыңды тастамасаңдар, бәрің түрмеде шірисіңдер. Бұл өтірік еді. Айжан телефонды қосқан, бірақ байланыс болмаған. Ол жай ғана ва-банк барды. Басшының түрі өзгеріп кетті. Сен қаншық ол тапаншасын суырды. Тасболат оқтан жылдам қимылдады. Ол садағын, мылтық емес, үнсіз қару тартып қалды. Жебе басшының иығына қадалды. Айқай-шу басталды. Атсыңдар, деп айқайлады жаралы басшы. Бірақ ауыл жігіттері дайын тұрған еді. Олар таудың тасасынан шығып қонақтарды қоршауға алды. Шайқас. Атыс басталды. Айжан жерге жатты. Оқтар зуылдап жатыр. Тасболат Айжанды денесімен жауып қалды. Сен неге қалдың? Ақымақ, деп айқайлады ол, бірақ көзінде шексіз ризашылық бар еді. Мен сені сүйемін, деп айқайлады Айжан, өлсек бірге өлеміз. Бұл шайқас тең емес еді. Бандиттерде автомат бар. Ауылда ескі мылтықтар. Бірақ таулықтар өз жерін біледі. Кенет аспаннан расымен де гүріл естілді. Бұл Айжанның қиялы емес еді. Бұл шекара қызметінің әскери тікұшағы болатын. Бәлкім Айжанның сигналдық пистолеті немесе жоғалған тікұшақты іздеу тобы ақыры тапқан шығар. Бандиттер қаруларын тастады, құтқару операциясы. Шекара қызметінің тікұшағы Ақ Иық ауылының шетіндегі жазыққа қонды. Оның айналасында қар ұшқындап, шаң көтерілді. Ауыл тұрғындары Ұлжан ана, Қартбай ақсақал және балалар бұл темір айдаһарға қорқынышпен әрі таңданыспен қарап тұрды. Тікұшақтан түскен арнайы жасақ спецназ браконьерлерді лезде жерге жатқызып, қолдарына кісен салды. Айжан Ермековна, деп айқайлады топ командирі, майор шендегі жігіт. Сіз тірі екенсіз ғой. Бүкіл ел сізді іздеп жатыр. Айжан үстіндегі ескі күртешесін қымтанып алға шықты. Оның шашы өсіп кеткен, беті күнге күйген, бірақ көзінде бұрынғыдан өзгеше жабайы ұшқын бар еді. Мен тірімін, деді ол сабырмен. Бұл адамдар мені құтқарды. Майор ауыл тұрғындарына қарады. Бұлар кімдер? Құжаттары бар ма? Бұлар менің құтқарушыларым, деді Айжан қатал үнмен. Егер оларға бірдеңе тиіссеңдер, мен баспасөзге бәрін айтып беремін. Браконьерлерді ұстадыңдар, енді ауылға тиіспеңдер. Майор басын изеді. Оған бастысы жоғалған дәрігерді және қылмыскерлерді алып кету еді. Жиналыңыз, Айжан Ермековна, 15 минуттан соң ұшамыз. Алматыда сізді күтіп отыр. Ауыр қоштасу. Айжан киіз үйге кірді. Оның жинайтын ештеңесі де жоқ еді. Тек Тасболат сыйлаған түлкі тымақ пен Ұлжан ана берген тұмар. Артынан Тасболат кірді. Екеуі үнсіз тұрды. Ауада айтылмаған сөздер, қиылмаған үміттер қалықтап тұрды. Кетіп барасың ба? Деді Тасболат ақырын. Иә. Менің орным сол жақта, Тасболат. Менің қызым бар. Анам бар. Жұмысым бар. Білемін. Тасболат жақындап Айжанның қолын ұстады. Мен сені ұстамаймын. Құс торда өмір сүре алмайды. Сенің қанатың кең, аспаның биік болуы керек. Бірақ ұмытпа, тау сені әрқашан күтеді. Тасболат, сен де жүрші менімен. Қалада өмір басқаша. Мен саған жұмыс тауып беремін, үйретемін. Тасболат басын шайқады. Күлді, бірақ көзі мұңлы еді. Жоқ, Айжан, мен таудың тасымын. Егер тасты орнынан қозғасаң, ол құлайды, уатылады. Мен қалада тұншығып өлемін. Біз екі бөлек әлемнің адамымыз. Ол қалтасынан кішкентай сүйектен жонылған алқа шығарды. Онда қасқырдың бейнесі ойылған еді. Бұл көкжал. Сені қорғап жүрсін. Егер қиналсаң, осыны қысып ұста. Мен сеземін. Айжан алқаны мойнына тақты. Ол еңкейіп Тасболатты қатты құшақтады.
Оның иісі жусанның, түтіннің және еркектің иісі Айжанның жадында мәңгілікке сақталып қалды. Қош бол, Тасболат. Қош бол, менің ақ бақсым. Сыртта Ұлжан ана тұр еді. Кемпір Айжанның маңдайынан сүйді. Жолың болсын. Қызым, жүрегіңді тыңда. Ақыл адастырады, жүрек алдамайды. Өркениетке оралу. Тікұшақ көкке көтерілді. Айжан иллюминатордан төменге қарады. Кішкентай ғана ақ иық ауылы құмырсқадай болып көрінген Тасболат қол бұлғап тұрды. Бір сәттен соң олар бұлттардың арасына сіңіп жоғалды. Айжан жылап жіберді. Ол өзін тозақтан емес, жұмақтан қашып бара жатқандай сезінді. Алматы әуежай тікұшақ қонған сәтте Айжанды нағыз хаос күтіп тұр еді. Журналистер, камералар, жарқылдаған шамдар. Айжан Ермековна. Бір ауыз сөз. Қалай аман қалдыңыз? Аюмен алысқаныңыз рас па? Айжан бас айналып құлап қала жаздады. Оның құлағы тыныштыққа үйреніп қалған еді, мына шу оның миын жеп бара жатты. Алдынан бұрынғы күйеуі Мұрат шықты. Қолында үлкен гүл шоғы. Жаным, аман екенсің ғой. Мен сені іздеп таппаған жерім қалмады. Айжан оған жиіркене қарады. Сен мен жоғалғанда қуанған шығарсың, енді батыр әйелдің күйеуі болып пиар жасағың келе ме деп ойлады ол. Бірақ ештеңе демеді. Қызын құшақтады. Қызы Әмина 7 жаста жылап тұр еді. Мама, сен енді кетпейсің ғой. Жоқ, ботам. Кетпеймін. Алтын тор. Арадан 1 ай өтті. Айжан қайтадан жұмысқа кірісті. Ол қазір жұлдызы еді. Телеарналар оны ток-шоуларға шақырады, журналдар сұхбат алады. Оның басынан өткен оқиғалары туралы кітап жазғысы келетіндер көбейді. Ол қаланың қақ ортасындағы элиталық пәтерінде тұрады. Ыстық душ, жұмсақ төсек, кофемашина, бәрі бар. Бірақ Айжан түнде ұйықтай алмайды. Ол терезеден қаланың түтініне смог қарайды. Ауа жетпейді. Дүкендегі еттен дәм жоқ сияқты. Су хлор сасиды. Адамдардың күлкісі жасанды маска сияқты. Операция кезінде ол қолындағы скальпельге қарап тұрып, Тасболаттың қарапайым кездігін еске алады. Ол кезде жарық жоқ, жағдай жоқ еді, бірақ ол адам өмірін нағыз күреспен сақтап қалатын. Ал мұнда бәрі протокол бойынша, бәрі автоматтандырылған, бірақ жаны жоқ. Бір күні Мұрат, бұрынғы күйеуі, келді. Айжан, біз қайта қосылайық. Сен өзгеріпсің. Мықты болыпсың. Маған осындай әйел керек. Айжан оған қарап тұрып күлді. Саған мен емес, менің атым керек, Мұрат, сен пластик адамсың. Ал мен енді шынайы өмірді көрдім. Біздің жолымыз ешқашан тоғыспайды. Ол Мұратты қуып шықты. Қоңырау. Кешке Айжан жұмыстан қайтып келе жатты. Жаңбыр жауып тұр. Ол көшеде бір қайыршыны көрді. Қазақ шалы. Оның киімі жыртық, бірақ көзінде бір таныс мұң бар. Айжан тоқтап оған ақша берді. Қызым, деді шал. Сенің мойныңдағы не? Айжан Тасболат берген сүйек алқаны ұстады. Бұл қасқыр тісі. Жоқ, бұл шақыру. Тау сені шақырып жатыр. Егер бармасаң, ауырасың. Жаның ауырады. Айжан үйге келіп айнаға қарады. Расымен де оның көзіндегі от өшіп бара жатыр екен. Ол жүдеп кеткен. Бояумен жасырған әжімдері тереңдепті. Мен мұнда бақытты емеспін деп мойындады ол өзіне. Сол сәтте телефоны шырылдады. Белгісіз нөмір. Алло, Айжан Ермековна. Бұл шекара қызметінің майоры еді. Иә, мен. Біз сіздің ақ иық ауылыңызға бардық. Браконьерлердің ісі бойынша куәгерлерден жауап алу үшін. Иә. Не болды? Олар аман ба? Тасболат аман ба? Мәселе сонда, майор кідірді. Ауыл бос. Қалай бос? Ешкім жоқ. Киіз үйлер жығылған. Ошақтар суыған. Мал да жоқ. Олар көшіп кеткен сияқты. Із-түзсіз жоғалған. Айжанның қолынан телефон түсіп кетті. Жоғалған. Қайда кетуі мүмкін? Әлде
Әлде олар Айжанды күтпей, одан да биікке, адам аяғы баспайтын шыңдарға өрлеп кетті ме? Өркениет келген жерде рух өледі деген еді Қартбай ата. Олар Айжаннан кейін басқалардың келерін сезіп қашып кеткен. Айжан терезеге жүгірді. Алыстан Алатаудың шыңдары көрінеді. Олар сол жақта. Және Айжан енді нақты біледі, ол оларды табуы керек. Ол бұл алтын торда қала алмайды, жындының шешімі. Айжан жұмыс үстеліне арызын қойды. Бас дәрігер оған көзілдірігінің астынан таңдана қарады. Айжан Ермековна, сіз қалжыңдап тұрсыз ба? Сіз бөлім меңгерушісісіз. Сіздің жалақыңыз, атағыңыз, маған бұның ешқайсысы керек емес, деді Айжан сабырлы дауыспен. Мен шаршадым. Демалыс алыңыз. Шипажайға барыңыз. Менің шипажайым тауда. Мен кетемін. Ол кабинетінен шығып кетті. Артынан есік жабылғанда ол иығынан ауыр жүк түскендей жеңілдеп қалды. Үйге келгенде анасы жылап қарсы алды. Қызым, сен жынды болыпсың. Тағы да сол жабайларға ма? Олар сені сиқырлап тастаған ба? Қызыңды ойламайсың ба? Айжан Аминаны құшақтады. Мама, мен қызымды ойлағандықтан кетіп барамын. Мен оған бақытсыз, өтірік күліп жүрген ана болғым келмейді. Мен өзімді табуым керек. Аминаны саған тапсырамын. Егер мен оралмасам, онда тағдыр солай. Ол қызының маңдайынан сүйді. Амина, мен саған әлемдегі ең әдемі ертегіні алып келемін. Күт мені. Айжан элиталық пәтерін, қымбат көлігін сатты. Ақшаның жартысын анасының есеп шотына салды, қалғанына ең сапалы альпинистік жабдықтар, спутниктік телефон. Бұл жолы шын істейтін азыне қару алды. Ол енді қалалық бикеш емес, нағыз экспедицияға дайындалған зерттеуші еді. Өлі жұрт. Шығыс Қазақстан Қатон-Қарағай ауданы. Айжан жалдаған жергілікті жолбасшы оны тау етегіне дейін жеткізді де, ары қарай барудан тартты. Ары қарай өлі шыңдар басталады, қарындас. Ол жаққа малда бармайды. Ол жақта рухтар жүреді. Менің жолым сол жақта, деді Айжан рюкзагын иығына асып. Ол жалғыз кетті. 2 күн жүріп ескі ақ иық ауылының орнына жетті. Жүрегі дір етті. Бәрі орнында сияқты, бірақ жан жоқ. Киіз үйлердің қаңқалары ғана қалыпты, киізін алып кеткен. Ошақтардың орнында суған күл жатыр. Айжан Тасболаттың үйі тұрған жерге келді. Жерде сынған ожау жатыр. Және бір уыс ақ тас. Бұл тастар кездейсоқ жатқан жоқ. Олар бағытты көрсетіп тұрған сияқты. Солтүстікке ең биік, мәңгі мұз басқан шыңға қарай. Олар биікке кетіпті, деп сыбырлады Айжан адам аяғы баспайтын жерге. Табиғаттың сынағы. Айжан ізіне түсті. Жол өте ауыр болды. Тау соқпақтары жойылып, тік жартастар басталды. 3-ші күні боран соқты. Жазғы боран қыстан да жаман. Көз аштырмас жаңбырмен бұршақ аралас жел Айжанды ұшырып жібере жаздады. Ол бір үңгірге тығылды. Түнде үңгірдің аузынан 2 жылтыраған көзді көрді. Ілбіс, қар барысы. Айжан демін ішіне тартты. Мылтығына қол созды. Бірақ ілбіс шабуылдамады. Ол Айжанға ұзақ қарап тұрды да дыбыссыз бұрылып кетіп қалды. Айжан мойнындағы Тасболат берген көкжал тұмарын ұстады. Сен қорғап тұрсың ба? Деді ол қараңғылыққа. Белгі. 4-ші күні Айжан бір асудан асты. Алдынан таңғажайып көрініс ашылды. Таулардың ортасында жасырынған кішкентай көл. Суы көгілдір, жағасы жап-жасыл. Көлдің жағасында жалғыз ат тұр. Бұл Тасболаттың аты Құлагер еді. Айжан жүгіріп барды. Ат оны таныды, оқыранып басын шұлғады. Аттың ер-тұрманында хат қыстырулы тұр екен. Қағаз емес, қайың қабығына жазылған хат. Айжан дірілдеген қолмен оқыды. Ескі төте жазумен Айжан оны әрең түсінді. Жазылған: егер сен келсең, бұл ат сені бізге жеткізеді. Егер келмесең, атты босат. Ол сенің рухыңды іздеп табады. Тасболат білген. Ол Айжанның қайтып келеріне сенген. Айжан аттың жалынан құшақтап жылап жіберді.
Бұл қуаныш жасы еді. Соңғы кедергі. Айжан атқа мінді. Жануар жолды білетін сияқты тік жоғары өрледі. Бірақ алда ең қауіпті жер қылкөпір мұздығы тұр еді. Бұл екі жартасты жалғап тұрған жіңішке мұзды жол. Асты тұңғиық құз. Ат үркіп тоқтап қалды. Қорықпа, жануар. Біз өтеміз, деді Айжан. Ол аттан түсіп жетекке алды. Әр қадамы өліммен тең. Мұз сықырлайды. Жел ұйтқиды. Ортасына келгенде Айжанның аяғы тайып кетті. Ол құзға құлап бара жатты. Бірақ қолымен аттың жүгеніне жабысып қалды. Ат кісінеп артқа шегінді. Айжанды тартып шығарды. Рахмет саған. Олар аман өтті. Жаңа мекен. 5-ші күннің кеші. Айжан таудың ең биік үстіртіне шықты. Бұл жер бұлттардан да биік сияқты. Алдынан түтін иісі келді. Жартасты айналып өткенде ол көрді. Жаңа ауыл. Бұрынғыдан да ықшам, таса жерде, үлкен үңгірлердің маңына тігілген киіз үйлер. Иттер үрді. Бірақ бұл жолы олар жауды емес, досты көргендей құйрықтарын бұлғады. Киіз үйлерден адамдар шықты. Ұлжан ана, Қартбай ата, Зере. Және ортада Тасболат тұр еді. Ол өзгермеген. Сол баяғы тәкаппар киіп, сол баяғы бүркіт жанар. Айжан аттан түсті. Оның аяқтары жүрмей қалды. Тасболат оған қарай жүрді. Асықпай, мен айттым ғой, деді ол жақындағанда. Тау сені күтет деп. Мен келдім, деді Айжан сыбырлап. Мен үйіме келдім. Тасболат оны құшақтады. Бұл құшақтасуда енді қоштасу жоқ еді. Бұл мәңгілік табысу болатын. Ауыл адамдары оларды қоршап алды. Ұлжан ана Айжанға ақ жаулық жапты. Қош келдің, қызым. Енді сен қонақ емессің. Сен келінсің. Мистикалық түн. Сол түні Айжан Тасболаттың киіз үйінде болды. Бірақ бұл жай ғана неке түні емес еді. Түн ортасында Тасболат оны далаға алып шықты. Қарашы, деді ол аспанды нұсқап. Жұлдыздар қол созым жерде тұрғандай. Және солтүстік шоласына ұқсас жасыл нұр ойнап тұр. Бұл не? Деп сұрады Айжан. Бұл ата-баба рухы. Олар бізді қорғайды. Біз осы биікке сол үшін көштік. Төменде ауа лас, рухтар көрінбейді. Мұнда біз Құдайға жақынбыз. Айжан, деді Тасболат оның көзіне қарап. Сен бізбен қаласың ба? Шынымен бе? Сенің қызың ше? Мен қызымды алып келемін, деді Айжан сенімді түрде. Жазда жол ашылғанда ол да осы еркіндікті көруі керек. Біз оған жаңа әлем сыйлаймыз. Қауіп сейілген жоқ. Алайда олардың бақыты ұзаққа созылмауы мүмкін еді. Айжан білмеген бір нәрсе бар, оның ізіне түскен тек қана өзінің жүрегі емес. Алматыда оның бұрынғы күйеуі Мұрат және геологтардың, браконьерлердің олар ақ иық тайпасының алтын емес, одан да бағалы нәрсе, уран немесе сирек кездесетін металл кенінің үстінде отырғанын біліп қойған еді. Айжанның ізімен жаңа қауіптірек экспедиция келе жатты. Бұл жолы олар заңмен емес, қарумен келеді, ақ орамал және ананың батасы. Айжанның ақ иық, жаңа қоныс ауылындағы өмірі ертегідей басталды. Биік таудың басында, бұлттардан жоғары орналасқан бұл мекенде уақыт ұғымы жоқ еді. Ұлжан ана Айжанды енді қонақ деп емес, қызым деп атады. Ол Айжанға таудың ең құпия сырларын үйрете бастады. Қызым, деді бір күні Ұлжан ана шөптеріп жүріп. Сен адамның тәнін емдейсің, ал мен жанын емдеймін. Бірақ екеуміздің күшіміз біріксе, біз өлімді де жеңе аламыз. Кемпір Айжанға улы шөптерді, у қорғасын, мен дуана, қалай дұрыс қолдануды, олардан дәрі және қару жасауды үйретті. Бұл шөптер 200-ді пышақ сияқты. Бір тамшысы ем, 2 тамшысы ажал. Сақ бол. Кешке қарай ауыл әйелдері Айжанды ортақ алды. Зере бұрынғы қызғаншақ көрші, енді Айжанның ең жақын құрбысына айналған. Ол Айжанның шашын өріп ақ жібек орамал салды. Бұл біздің салтымыз.
Сен Тасболаттың жары боласың. Қаланың заңымен емес, Ахаш, көк тәңірінің заңымен. Айжан айнаға, кішкентай сынық айнаға қарады. Одан қалалық, шаршаған, бояу жаққан әйел емес, жүзі нұрланған, табиғи сұлу, нағыз дала аруы қарап тұрды. Қызын қайтару. Алайда Айжанның жүрегінің бір түкпірі әлі де тыныш емес еді. Әмина, Тасболат мұны сезді. Ертең таңертең жолға шығамыз, деді ол. Төменге қызыңды алып келеміз. Бұл қауіпті емес пе? Сендерді іздеп жүргендер ше? Біз басқа соқпақпен түсеміз. Қасқыр жолмен. Оны ешкім білмейді. Олар 3 күн жүріп тау етегіндегі ескі малшылар қыстағына жетті. Бұл жерде байланыс ұстайтын. Айжан анасына хабарласты. Кездесу түнде болды. Айжанның анасы Әминаны алып келді. Кемпір қызын көріп шошып кетті. Айжан, сенің түрің не? Жабайы адамға ұқсап қалыпсың ғой. Мама, мен бақыттымын. Қорықпа, Әмина менімен болады. Әмина анасын құшақтап жібермеді. Мама, сен енді кетпейсің ғой. Жоқ, ботам. Біз ертегілер еліне барамыз. Айжан анасымен қоштасып қызын атқа мінгізді. Тасболат Әминаны алдына өңгеріп алды. Олар түн жамылып қайтадан биікке өрледі. Әмина қорыққан жоқ, керісінше жұлдыздарға, тауларға қарап таңданып келе жатты. Мама, біз бұлттың үстіне барамыз ба? Иә, қызым. Тау тойы. Ауылға жеткенде нағыз той басталды. Бұл қаладағыдай ресторандағы асабасы бар шулы той емес еді. Бұл табиғатпен үндескен рәсім болды. Үлкен алау жағылды. Домбыра мен сыбызғының үні тау шатқалын жаңғырықтырды. Айжан мен Тасболат оттың үстінен секірді, тазару рәсімі. Қартбай ақсақал бата берді, оттарың сөнбесін. Ұрпақтарың таудай биік болсын. Көк бөрінің рухы қолдасын. Әмина да мәз. Оған кішкентай ұлттық киім кигізіп қойған. Ол басқа балалармен бірге асық ойнап жүр. Тасболат Айжанға қарап тұрып, енді сен меніксің. Мәңгілікке, деді. Айжан оның иығына басын қойды. Мәңгілікке. Темір аждаһарлар. Бірақ олардың бақыты таңға дейін ғана созылды. Таңсәріде, күн енді шығып келе жатқанда, жер дірілдей бастады. Алғашында бәрі жер сілкінісі деп ойлады. Бірақ дыбыс күшейе берді. Гүріл мотордың дауысы. Және жарылыстар. Тасболат биік құздың басына шығып дүрбімен төменге қарады. Оның түрі бозарып кетті. Айжан, бері кел. Айжан жүгіріп барды. Төмендегі көрініс сұмдық еді. Таудың етегінде үлкен колонна келе жатыр. Экскаваторлар, бульдозерлер, әскери жүк көліктері. Және қаруланған жалдамалы әскер, чифк сияқты. Көштің басында қара түсті Гелендваген келе жатыр. Айжан дүрбіні алды. Көлікте оның бұрынғы күйеуі Мұрат отыр. Және жанында геолог браконьер басшысы. Олар бізді тапты, деді Айжан үреймен. Оларға алтын емес, жер керек. Жоқ, деді Тасболат тістеніп. Оларға сирек металл керек. Біздің аталар айтқан, бұл таудың астында жанатын тас, уран бар деп. Олар соны қазуға келді. Бірақ олар ауылды жоқ қылады ғой. Иә, олар куәгер қалдырмайды. Теңсіз шайқас. Ауыл дүрліп кетті. Әйелдер мен балалар үңгірдің түбіне тығылды. Ер адамдар қаруларын, ескі мылтықтар алды. Бірақ бұл соғыс тең емес еді. Қарсы жақта ауыр техника және автоматтар. Таулықтарда тек рух пен батылдық. Тасболат жігіттерді жинады. Біз оларды шатқалға кіргізбейміз. Тас қақпанды іске қосамыз. Айжан оның қолынан ұстады. Тасболат, тоқта. Оқпен жеңе алмайсыңдар. Олар сендерді қырып салады. Ендеше не істейміз? Қол қусырып отырамыз ба? Жоқ, біз қулықпен жеңеміз. Маған сен. Ақ бақсының сиқыры. Айжан Ұлжан анаға жүгіріп барды. Апа, маған ең күшті жынды шөптер керек. Меңдуана, сасық шөп және күкірт. Не істемексің, қызым? Химиялық шабуыл? Олар техникаға сенеді.
Бірақ олар табиғаттың күшін білмейді. Айжан мен әйелдер тез арада үлкен қазандарға шөптерді қайнатып, арнайы қоспалар жасады. Бұл қоспалар жанғанда қою, сасық және адамның басын айналдыратын, галлюцинация тудыратын түтін шығаратын. Сонымен қатар Айжан май мен күкіртті араластырып, жарылғыш құмыралар жасады. Шатқалдағы тұзақ. Мұрат бастаған колонна тар шатқалға кірді. Ешкімді аямаңдар, деп бұйырды Мұрат рациямен. Ауылды жермен жексен етіңдер. Бізге кен орны таза болу керек. Техника алға жылжыды. Кенет жоғарыдан тастар құлады. Алдыңғы бульдозердің жолы жабылды. Тоқтаңдар, деп айқайлады жалдамалы әскер басшысы. Бұл тұзақ. Сол сәтте екі жақтағы жартастан жанып тұрған құмыралар лақтырылды. Құмыралар тасқа тиіп сынып, одан қою сары, жасыл түтін будақтап шықты. Түтін лезде шатқалды алып кетті. Айжанның химиясы әсер ете бастады. Түтінді жұтқан жалдамалы әскерлер жөтеліп, көздері жасаурап, естерінен тана бастады. Кейбіреулері айқайлап, жоқ нәрселерді көріп, елестер аспанға оқ ата бастады. Шегініңдер. Газ, деп айқайлады біреуі. Бірақ артқа шегіну мүмкін емес еді. Тасболат бастаған мергендер көліктердің дөңгелектерін атып тастаған болатын. Бетпе-бет. Түтін сейілгенде техникалар тоқтап қалған. Сарбаздардың жартысы ес-түссіз, жартысы қорқыныштан қашып кеткен. Тек Мұраттың Гелендвагені тұр еді. Оның терезелері жабық болғандықтан газ кірмеген. Мұрат көліктен шықты. Қолында пистолет. Ол ашудан қып-қызыл. Шығыңдар. Қайдасыңдар, егеу құйрықтар. Тасболат пен Айжан жартастың басынан көрінді. Мұрат, деп айқайлады Айжан, кет бұл жерден. Бұл сенің жерің емес. Мұрат Айжанды көріп иесінен адаса жаздады. Айжан, сен мына жабайымен біргесің бе? Мен сені құтқаруға келдім ғой. Сен мені емес, ақшаңды құтқаруға келдің. Сенің инвесторларың енді саған көмектеспейді. Қарашы, әскерін қашып кетті. Мен бәрібір аламын. Мұрат пистолетін Айжанға қарай кезенді. Егер менікі болмасаң, ешкімдікі болмайсың. Тарсы еткен дауыс шықты. Бірақ Мұрат атқан жоқ. Тасболаттың садағынан ұшқан жебе Мұраттың қолына қадалды. Пистолет жерге түсті. Мұрат айқайлап тізе бүкті. Өлтірме, деп жалынды ол. Мен кетемін. Тасболат жартастан секіріп түсті. Ол Мұраттың жанына барды. Сені өлтіру маған абырой емес. Бірақ есіңде сақта, егер тағы бір рет осы тауға қарасаң, таудың өзі сені жұтып қояды. Тасболат Мұратты сүйреп көлігіне отырғызды. Қазір жоғал. Жеңіс және жаңа қауіп. Мұрат қашып кетті. Жалдамалы әскерлер де техникаларын тастап зымырады. Ауыл жеңіске жетті. Адамдар Айжанды құшақтап аспанға көтерді. Жарайсың, келін. Сенің сиқырың оларды қуды, деді қартбай ақсақал. Әмина жүгіріп келіп, мама, сен супер қаһармансың ба? Деп сұрады. Жоқ, қызым. Мен жай ғана дәрігермін. Бірақ Айжанның көңілінде күдік қалды. Мұрат қорқақ, бірақ кекшіл.